Төрт қанатын қалған ел. Ауада ұн қайтарып жүрген құшан, шивердің үстіне жатып алып ойлу. 4 күн, көз açıp жұмғанша шаттыққа бөлінген 1 сентябрь жаңырат. Бақа-шақа, ызы-чу, туш-туштан күн көкүйіп, тоғыш тартып салған балдар ұясына келішет. Құшақташулар, қол қармашулар, чоң-чоң қызықты сөздер, даңды құмыққа сусыны қанған асыл көз жарқырап ең бірінші келіп қолынсынат. Малчылардың сауатсыздығын жойдырғанын айтып, қадимки Тентағайда аларға ба болған журналды көрсеткенін естен. Дағы еле таттың қияға жетеленген қычан. Есіңде жей садаған, доктор келет та жаратынды айттырам. Қана, сені бычақтаған кем? Эмне үшін бычақтады? Қиналбасың барын айтып берші, қаралдым. Алып келіңдер. Жұманды кешті. Құдай ұрсын мен емес. Ашыққа біреу шығар. Ішенбесеңе баланың өзінен сұрап көргілі. Қараған, өзің айтшы. Мен емес болшуы не? Башқа біреу. Епті ол. Ал кәлі.
болсо эми колумду коеюн. Аттыдын аягына кычан жакын болду деп бадырайта жазып, акыркы ири кылымдар боюн эскерилер колду коюп, нурду көзүн жумду. Дал ушул учурда Дүнөйдүнүн боюнан 2-3 кара ак патшандай жетири журту бет маңдайынан сулула чыга келишти. Көзсө алар шашылыш келатышкан ак халатчан врачтар экен. Окуу башталарына 4 гана күн калган эле.